Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бәліштер, яғни пирожки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен ашытылған қамыр қажет. Ал салмасы ретінде мен пияз алдым. Және пияздың үстіне сиыр етінің фаршын салдым. Одан кейін оның үстіне картоп пюресін араластырдым. Осы екеуін араластырып болғаннан кейін дәміне қарай тұз бен бұрыш септім. Салмамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін қамырымызды кесуге кірісеміз. Қамыр жақсылап көтерілген болуы қажет. Жақсылап ашытып алған қамырды осылай 40-50 граммнан бөліп шығамыз. Әр бөлікті осылай дөңгелек күлше етіп жасаймыз. Осындай күршелер жасап болғаннан кейін барлығын тізіп, оларды көтерілдіруге қоямыз. Қамырымыз сәл көтерілгеннен кейін әр қайсысын жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырды жұқалаған кезде оның бір бетінің тегіс болғандығына мән беріңіздер. Сол тегіс болған беті біздің бәліштеріміздің сырты болады. Мінекей, барлық қамырымызды тегістеп, жайып шықтық. Енді оның ішіне салмасын салуға кірісеміз. Салманы барлығына теңдей етіп бөліп шыққан жөн. Сол кезде біздің салмамыз артық қалмайды, және де жетпей қалатын жағдайда болмайды. Және салып болғаннан кейін осындай ұзынша, сопақша етіп бәліштерімізді жасаймыз. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай форма жасауыңызға болады. Маған ең ұнайтын классикалық форма осы. Бәліштеріміз дайын болғаннан кейін оларды қызып тұрған майда жапсырған жағын төмен жағына қаратып саламыз. Және де екі жағын қызартып қуырып аламыз. Майымыз қызып тұрған болу керек. Майымыз өте қатты қызып тұрып, іші піспей де қалмау қажет. Дұрыс қызбаса, бәліштеріміз өте майлы болып шығады. Міне осылай барлық бәліштерімізді қызартып пісіріп аламыз. Біздің бәліштеріміз осындай әдемі шығады. Барлығыңызға ас болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Комментарийге де каналымнан тағы қандай рецепт көргіңіз келетінін жазыңыз.